Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Бекнұр. Бүгін сіздер, мына ауылға көшіп келген болатынбыз. Бұрынғы ауылына көшіп кетіп, мына жерлерде не болатынын бізде, кімдердің Нукен Проның үйлері бәрі болатын. Мен басқа ауылға көшіп келдім. Енді біз не істейміз? Әрине, үй салып аламыз. Домды қаяққа салып аламыз, достар? Біз кішкентай бір шағын дом салып алатын боламыз. Мынандай бір әдемірек. Кеттік, онда бір кішкентай бір домик салып алайық. Өзімізге күте тұрыңыздар. Біз былай бастаймыз. Бізге ол үшін мынандай блоктар керек. Әппақтан соға. И бізге керегі фундамент керек бізге. Кеттік, біз деген 3-4 бөлмелі үйімізді соғып алайық, осы жаққа. Мен көп бір ай бұрын, 2 ай бұрын ба, 1,5 ай бұрын деп сол видео шығармай кеттім. Бір себептермен. Енді видео шығарып жатырмыз, шүкір. Мұнан бәрін енді қоршап тастайық. Екінші этаж соғамыз, или соқпаймыз, комментария жазып қоятыныңыздар. Бірақ ешкім көрмейді бұл видеоны. Көрмесе де бәрібір комментке жазыңдар. Кім көрді? Өтінен көрді. Екінші этаж соқпай-ақ қоятын, мен ойымша. Ешкім жазбайды еткені. Осындай бір этажды қарапайым үйіміз соғып алайық. Шаршап кеттім. Майнкрафттан үй салсаң да шаршайсың осы. Оғылдарың бәрі шаршайды. Миым ауышып жатыр. Осылайынан жартысын үшін келесі видеоларда істейтін боламыз. Терезесін бәрін кесейік та сол видеоларда. Мұны тек сыртын ғана осылай әдемілеп Майнкрафттың тәсілімен дегенде білетін шығарсыздар. Майнкрафттың тәсілімен деген түсіндіру. Шын өмірде құм қойып, бәрін істеп, фундаментті қойып, бірден істейтін болса, біз қабырғамен сразу істеп тастаймыз олар үшін. Бірден. Қазір үстін жабатын боламыз. Крышаны 4 бұрышты қылып жаба берейін әзірше, сосын алдыға қарай шатыр қойып кішкене. Біз деревенский үй салып алу керек. Болмаса неде тұру керек? Кузницада. Нормально, кузницада тұру. Бірақ мен осы үйді ала берем. Кузницада тұрып шаршап кетесің. Істейін, кузницада не бар? Үстін енді қоршап тастайық. Мына қоршап тастағаннан кейін біз деген келесі видеоларда ішін істеп, кішкене бір крышасын жауып, нормально қылып істеп, астына ағаштарын қойып істейміз. И 3-ші видеода жиһазын қоямыз. 4-ші видеода 2-ші этажын соғатын шығармыз. Менің ойымша, болмаса 3-ші серияға дейін бітеміз. Сөйтіп оқиғаларымыз кетеді, ол атыс, шабыс дегендей. Зомбиларына қарған дегендей. Осындай терезесін тек келесі видеоларда істейтін болам. Осымен видео бітті. Сау болыңыздар, достар.